Құран екі дүниенің жақсылығын қамтыған кітап екен, Құран тұнып тұрған мұғжиза екен. Олай болса, жастарымызды қалай Құранға жақындатамыз қазір жас буынды? Және оларды қазір Құраннан алыстатып жатқан не нәрсе? Әлеуметтік желі дейміз енді. Не нәрсе алыстатып жатыр, қалай жақындатамыз деген сұрақ қой. Мен өзім медреседе сабақ бердім, білесіз, қарилық медреседе сабақ бердім. Және менің қолымнан қарилар шықты, 30 пара көтерген қарилар шықты. Және бүкіл шәкірттерімнің қарадым. Былай айтқанда Құранды тез жаттай алатын, жақсы жаттай алатын тұрақты шәкірттерге қарадым. Және тұрақты жаттай алмайтын, кейіннен шығып кеткен шәкірттерді салыстырдым да. Не айырмашылық бар екеуінде деп. Сөйтсем, мына кісілердің ата-аналар да бірге жаттаған, ата-аналар да оқиды екен да. Немесе имам, кейбіреулер имам болмаса да өздері оқиды. Мына кісілердікі оқымайды. Көп көрдім, Нұрболат аға, мен көп көрдім практикамда. Ата-анасы Құран жаттамаған, Құранға қызықпаған бала редко бар ондай. Ата-анасы да намаз оқымай, Құран білмей, бірақ балалар қари болғандар көп. Бірақ ол жағдай өте аз, өте сирек кездеседі да ол. Бірақ көп жағдайда баланы Құранға қалай қызықтыруға болады деген сұраққа мен жауап беремін. Ата-анасы бірінші оқу керек та. Ата-анасы оқу керек өзі. Бізде андай медресеге апарып тастайды. Көп хабарласады бізге. Баламды қари қылайын деп едім. Медреселер бар ма? Өзіңіз Құраннан қалай десе, жоқ, балам оқыса, тәжкейін. Осындай нәрселер айтады да. Өзіне парыз емес, баласына ғана парыз сияқты да, немесе бойындағы, өзінің мойнындағы парызды баласына асырып тастайды да. Олай болмайды, олай жүрмейді ғой. Бала қызығу үшін сен әуелі өзің ата-анасы көрсету керек екенсің ғой. Және үлкен ұстаздар айтады, балаңа Құран оқы деп айта беруге қажет жоқ дейді. Сен үйде бір мезгіл көрінетін жерге барып Құран оқы дейді да, үйдің бөлмесінде, андай тығылып емес. Ортаға отырып ал да, көрінетін жерде оқып отыр дейді. Бала қасына келеді, ойнайды, кішкене не істеп жатсың дейді. Мысалы бізде көрініс бар ғой, Нұрболат аға, білесіз ба? Намаз оқып жатқан әкенің мойнына бала асылып алады ғой. Бала асылады. Және ол бала ертең әкесінен көргенін жасайды. Айтып отырады. Бала кезде есімде, әкем намаз оқитын еді, мойнына асылатын едік деп айтып отырады да. Сіздер қатарлы кісілерден еститін. Бұрын әжеміз намаз оқыған кезде мойнына асылатынбыз, таспихын тартып алатынбыз, үйтеміз, бүйтеміз деп ше. Яғни есінде қалады ғой баланың. Бала көреді. Ол солай үлгі алады. Және әкесінен жұғады, анасынан жұғады. Қайта Құран оқы деп айта бергеннен көрі, бір мезгіл анасы, әкесі, әйтеуір көрінетін жерде отырып өзінен өзі Құран оқып отырса, бала көру керек дейді да. Бала бірінші ананы көру керек, істеп жатқанын.